жалпы 4 маңызды фактор бар екен. Біріншісі ол уақыт, екіншісі денсаулық, үшіншісі білім, төртіншісі ақша. Келісесіздер ме? Адамның өміріндегі ең маңызды 4 фактор. Сондықтан қараңыздар, енді уақыт, денсаулық, білім, ақша. Қарап тұрсаңыз, Санева компаниясы адамның өміріндегі маңызды 4 фактордың барлығын сіздерге қамтиды. Келісесіздер, уақыт. Мысалға өздеріңіз қолданыңыздар. Нұрбану ханым офисқа нешеде келіп істеймін десеңіз де, қанша уақыт арнаймын десеңіз де, Ербақыт ханым бар, Қатира ханым бар. Қатира ханым, сіз лидерға жеттіңіз ба? Лидер статусына жетіп, бұл кісіде айына миллионға таяу ақша алады бұл кісіде. Ол шапал ұрып қойыңыздаршы. Ләззат ханым қазір старший менеджерге барады. Бұл кісі 7 жылдағы, бұл кісі де компаниямызда тұрақты бизнес жасап жатқан. Барлығы пайдалы ғой. Енді Санева компания денсаулық беріп жатыр ма халыққа? Беріп жатыр. Үшіншісіне білім. Барлық нәрсенің білімін игерсең, маманы болсаң, сен жетістікке жетесің. Мысалға баяғыда бір хикая айтып берейін. Жүк таситын кемелер бар ғой, үлкен кемелер мұхитта жүретін. Сондай өздерін тоқтайтын жаңағы паром ба не дейді? Порттары болады ғой. Сондай бір международный порт бар екен. Бүкіл кемелер келіп сөйтіп тоқтап. Сонда бір кеме келіп тоқтаған кезде бұзылып қалған екен кемесі. Сонда ана инженерді шақырады, мына жөндейтін адам шақырады, ешкім жөндей алмайды. Ол бірнеше уақыт тұрып қалған, ол уақыттары, олардың ақшасы уақытқа байланысты есептеледі. Қанша уақыт кешігеді, сонша уақыт оның товарының құнсыздана береді. Сөйтіп, әйтеуір бір кісіні келіпті. Сонда жаңа кісі бірнеше минут жаңағы бұзылған жерге қарап тұрып, андай құрал сайманның сөмкесінен бір ғана балған алғанда, бір жерден тарс еткізіп ұрған ғой. Сөйтіп жаңа кеме жөнделіп істеп кеткен. Енді баға қанша дейді ол жұмысың? $3000 деп айтады ғой. Сонда жаңағы егіз айтты, қалай $3000 сен келдің, кішкене қарадың, бірақ рет балғамен ұрдың, әрі кетсе сенің жұмысың $3 жұмысы о дейді ғой. Сонда жарайды дейді, мен балғамен ұрғаным үшін $3 бер дейді. $2997 менің осы уақытқа жинаған тәжірибеме төле дейді ғой. Сонда өйстіп бір балғамен бір рет ұрып істеу үшін мен қанша уақыт бөлдім, қанша білім бөлдім. Сол қарасаңыздар, білімнің құндылығына байланысты тәжірибеге де профессионалға байланысты болады. Сондықтан кез келген нәрсенің профессионал болу үшін айтқым келіп тұрғаны білімің керек. Кез келген нәрсені бірінші қадамы болады. Енді соның екі ортасында уақыт, сен қандай жылдамдықпен барасың, самолетпен барасың ба, есекпен барасың ба, жаяу барасың ба, артпен жүріп барасың ба, велосипедпен барасың ба, өзің білесің, сенің мақсатыңа байланысты.